Алматы қаласының маңайы көптеген мистикалық әрі жұмбақ мекендерге тола. Біз осындай тылсым жерлер хақында бірнеше рет роликтер түсіріп, тарихына бір шолу жасаған болатынбыз. Неліктен тастанды күйге түсті? Неге қалың көпшілік мұндай жерге табан тіреуге жүрексінеді? Нендей жайттар бұған себеп? Осындай сауалдарға барынша жауап табуға тырысып жүрміз. Бүгінгі санымызда да осы бір әсем қалада орналасқан, жан баласы оңайшылықпен таба қоймайтын мекенге барамыз. Нақтырақ айтсақ, іздеп көреміз. Ол иеромонахтар Серафим мен Феогностың жер асты шіркеуі. Сонымен достар, біз медеудің жанындамыз. Мінекей медеу сіздерге көріп тұр ма, көрінбей тұр ма ол жалпымен. Сонымен біз медеу жақтамыз және қазір картаға қарап отырмыз. Примерно қай жақта біздің іздеп жүрген мекен. Карта арқылы тауып аламыз. Мінекей соткадан картаны қарап отырмын. Көк знак, бұл біз тұрған жер жанында медеу, ал біз іздеп жүрген мекен примерно Жасыл Тоғайдың ортасында. Қазір мына жолмен жүру керек. Осы екі жолдың ортасындағы аймақтардың бірінде. Қай екенін қазір көре шығамыз. Кеттік. Бұл ерекше шіркеу өткен 100 жылдықтың басында пайда болған. Сол кезеңдердегі басшылық тарапынан қудалауға ұшыраған қос монах Серафим мен Феогност, кейде Анатолий деп атап та жатады. Екеуі тауға қарай қоныс аударуды шешеді. Немесе жай ғана олар қала тіршілігінен шаршап, қажығандықтан кетті деген әңгімелер де бар. Қос тақуа алып шырша тамырының астынан жер асты үңгірін қазып, мұнда мінәжат етумен өмір сүрген. Сонымен міне қазір достар келе жатырмыз. Медеу. Ал біз жолдамыз. Так, мына тура осы жолмен жүру керек. Примерно көтерілу керек. Керей Жәнібек хандар деген көше екен. Горная деп тұр картада. Бұл ескі атауы болуы тиіс. Жолда ешкім жоқ достар, өзім келе жатырмын. Тып-тыныш айналам бәрі. Мүлгіген тыныштық. Кеттік. Не бар екен көрейік, қызық. Мынандай бір жемісте өсіп жатыр бақ. Нендей жеміс екенін білмедім. Жабай ба, неге тұтынуға болатын ба? Достар, білсеңіздер жазып кетіңіздер пікірге. Нендей жемістер екен. Мұнда жабайы таңқурай өседі. Оны жергілікті тұрғындар жиі келіп жинап алатын көрінеді. Сонымен достар, біз келіп қалдық. Примерно осы маңай. Жолдар өткен қорқынышты екен. Біреу осы жолмен өткен адам жүрген жолдарды көріп отырмыз. Адамдар жол салып тастаған. Ол енді қай жақта? Тоғай айналаның бәрі. Христиандар үшін бұл қасиетті мекенді жан баласына табу өте қиын. Айналасының бәрін кішігірім тоғай қоршаған. Бұл жақтан тылсым дүниенің, белгілі бір жұмбақтың ерекше атмосферасы сезіледі. Биік-биік шыршалар күн көзін жер бетіне жақындата қоймайды. Осы себепті ашық аспанды тал түстің өзінде тоғай ымыртты күйге түседі. Ал кей ағаштардан аққан балауыздардың ізін байқауға болады. Жарылған дің мен сансыз діни белгілер.
Жолай ескі, әрі кеуіп қалған ағаштар мен діңгектер кезігеді. Осындайлардың бірінде байланған арқандарды да көзіміз шалады. Ол мұнда келген туристерге таудың басына қарай көтерілу үшін жасалынған көмек болса керек. Шөп. Где-то осы жер. Бірақ ештеңе көрінбейді пока. Қалай қарай жүрсек па? Опа! Былай көрейік. Құдайға шүкір, шөптен ешқандай аллергия жоқ. Үстін қыштым. Орын алып жатқан жоқ пока. Міне. Осындай бір жерде орналасқан емес па идея. Қазір тауып алған соң қайтадан камераны қосамын. Мұндағы тұрғындардың ғаламтор беттеріндегі пікіріне мән берсек, монахтар бұл жерде өткен ғасырдың 30-шы жылдарында өмір сүрген. Ертеректе осы бір жердегі шыршаның 5 алып тамыры болған деседі. Соның астынан үлкен шіркеу қазып, өздерінің қудалаушылардан осында жасырынған екен. Көпшіліктің айтуынша, бұл тылсым мекенге жету аса қиынға соқса да, туристер мұнда ағылып келуде. Бұл мекенге қарай апаратын жол жер баспалдақтарынан, яки сатыларынан басталады. Ақыр таптым достар жолды. Іздеп жүрген 40 минуттай болған сәт. Ана шөптердің арасын бәрін киіп шықтым. Сөйтсем мияқта оп-оңай жол бар екен. Сөйтіп ақыр таптым. Қолда қолғаптас жасып, пырым-пырым болып шөптердің арасын. Енді кеттік, мына жол. Таптамашы баспалдақтар бар екен. Опа! Ақырындап көтерілейік. Оп! Окей. Опа! Алдымыздан да жол көрінеді. Так. Тағы да жоғары. Опа! Мына арасына өту керек. Кезінде шіркеу жерасты үңгірінде орналасқан болатын. Уақыт өте келе скиттің шатыры опырылыпты. Қазір алып шыршалардың тамырынан қалыптасқан тек 2 қуыс қана қалған. Бірнеше жыл бұрын Махнатка тауында үлкен өрт болды. Көптеген ағаштар жанып кетті, күлге айналды. Дегенмен бұл мекенді алау айналып өткен екен. Келдік достар. Көріп достар ма? Бұл не екен білгіңіз келе ма? Скитке жақын маңайда шолу алаңқайы орналасқан. Қоңырқайланып, сырланған қызыл түсі кете бастаған. Жан баласының осы бір үйшіктің сатысына аяғы тимегеніне біраз болғандығы да байқалып-ақ тұр. Қолданысқа енбегеніне ұзақ болған секілді. Күткен жерасты шіркеу. Қандай баспалдақ бар екен? Кіріп көрейік. Ішінде дым жоқ. Тастанды ғой бұл да. Көзге бірден түсетін заттар сан түрлі иконалар мен кресттер. Олар шыршаның тамырындағы қыртыстарға және ағаш діңгектеріне жайғастырылған. Кейбір иконалар жауын және желден қорғану үшін целлофан пакеттермен оратылған. Келушілер мұнда бойтұмар кресттерін алып келіп, осында тастап кетедіміз. Өзгелері құрбандық ретінде жидектер тастаса, басқалары арнайы қойылған үстел үстіне ұсақ майда тиындарын тастап кеткен.
Белгілі болғандай, ерте замандарда жерасты скейті Верный қаласының тұрғындарына аса танымал болған. Тіпті кейде мұнда табан тіреушілер санының көптігі сонша, ішіне сыймай кететін болыпты. Сол себепті арада белгілі бір уақыт өткен соң, Ақсай шатқалында жаңа, әрі кең скейт салынған екен. Бірақ бұл мүлдем басқа оқиға. Я достар өкінішке орай таба алған жоқпыз. Негізі өте табу қиын мекен. Адамдардан соң десеңіз жан-жағында ешқандай жан жоқ, тірі жан жоқ. Сондықтан бұл жолы таба алған жоқпыз. Бірақ келесі жол міндетті түрде келіп, білетін адамдардан жөн сілтеу арқылы сұрап біліп, осында келерміз деген ниеттеміз және табамыз деген үміт бар. Бірақ бұл жол таба алған жоқпын. Тауға анда көтерілдім, мұнда көтерілдім, сол жақтағысына бардым, төмен қарай шығып көрдім. Бармаған жер баспаған тауға алған жоқ, бірақ алған жоқпын өкінішке орай. Келесі жол міндетті түрде табуға тырысамыз. Білетіндеріңіз болса, жол білетіндеріңіз болса, пікірге жазып кетіңіздер. Келесіде бәлкім сізден бірге барып қалармыз, егер әрине қаласаңыз. Сол достар, күтіңіздер. Алда міндетті түрде барамыз. Рахмет.